Түнгі Алматы тұманы ашылғанда, Алатауға ай келіп асылғанда, нұр жанады аспанның жұлдыздары Алматының үстіне шашылған ба? Сүйіседі көшелер мен, бір рахат сезінесің еселенген, осы сиқыр қалада өскеніңмен таңданасың туристей кеше келген. Көшеде жүргенім бірталай уақыт болды. Бір жерге кіріп, тамақ жеп алсам керек. Достық даңғылының бойында әдемі мейрамханалар жеткілікті. Соның біріне бас сұқтым. Мейрамхана шығыс стилінде жасалған екен, бірақ шығыстың қай елінің мейрамханасы екені белгісіз. Барлығы араласып кеткен тәрізді. Анау жерде даяшылар қазақтың қара жорғасын билеп жатыр. Өзбек, үнді нақышындағы интерьерді көзің шалады. Мәзірінде қазақ, өзбек, ұйғыр тағамдары бар. Қысқасы бұл жерде аралас мәдениет дейік. Достық мейрамханасы десе болатын шығар мүмкін. Набат деген мейрамханаға келдім. Праздничный плов 1850 теңгеден алдым. Былтыр Ташкентке барған кезде гидіміз Өзбекстанның керемет палауы деп бір кафеге алып барған. Палауы өзіміздің Алматының палауынан еш артық емес. Алматы метросы ашылған кезде қандай ажиотаж болғанын бәрі біледі ғой. Тіпті Орел и Решка бағдарламасынан да көрсеткен метроны неге мен көрсетпеске? Ендеше кеттік. Мен метроға кірдім. Қазір метроның ішін түсіремін. Метродан ұлттық колоритіміз сезіледі. Көшпенділіктен, ұлттық мәдениетімізден, тарихымыздан хабар беріп тұратын сияқты. Келесі бекет Алмалы. Қала орталығында серуендеген адам жерасты өткелдері арқылы жүрмеуі мүмкін емес. Осы өткелдерге 2018 жылы жөндеу жұмыстары жасалған. Оған дейін шыны керек, қалай болса солай, бірі жарық, бірі қараңғы, бірі базарға айналған, бірі дәретханаға айналған шыны керек. Кей жерлерінде тіпті неше түрлі қылмыстар болып жататын. Қазір сол жерасты дәліздерінде күмбірлеп күй ойнап тұр, қанатты сөздер жазылған, әдемі суреттер салынған, ашық түске боялған. Жалпы саны шаһарда 56 жерасты дәлізі бар болса, олардың 48-ін жөндеуге 2,5 миллиард теңге бюджеттен бөлінген болатын. Ал енді оларды тоздыратын бұзақылар тағы пайда болған сияқты. Тап-таза жап-жаңа жерасты жолын осылай бұзады. Мен Абай көшесіне келдім. Ендігі нысан 25 қабатты Қазақстан қонақ үйі.
Қазақстан қонақ үйі 1973 жылы салынды, оның салынуына Қонаев мұрындық болған деген сияқты жаттанды мәліметтермен бастарыңызды қатырмай-ақ қояйын, оны барлықтарыңыз білесіздер, білмесеңіздер интернетте толып тұр дегендей. Мен сіздерге бұл ғимарат туралы қызықты дерек айтайын. Әдетте біз 25 қабатты қонақ үй дейміз ғой, негізі онда 26 қабат бар. Және анау тәж сияқты үшкірлеріне де баспалдақпен көтерілуге болады. Ол да бірнеше қабат көрінеді. Сосын бұл атақты қонақ үй 4 жұлдызды, 5 жұлдызды қонақ үй емес бұл. Мұнда 360 номер бар екен. Жылдың әр күнінде бір жаңа номер жалдап тұрсаңыз болады. Былайша айтқанда. Айтпақшы, жалдау демекші. Booking.com сайтында осы қонақ үйдегі стандарт номерлер тәулігіне 18.000 теңгеден басталады екен. Ал люкс номерлар 30.000-нан басталады, 70.000 теңгеге дейін жетеді. Суреттеріне қарасам, номерлері өте жақсы. Қас қарайды. Алматы шамдарын жарқыратып жақты. Менің өз қаламдағы туристік күнім аяқталды. Үйге қайтып барамын. Алматы көшелерін армансыз 6 сағат шарладым. Көшеде жаяу жүріп, еш тоңбадым. Керісінше, Алматы өз құшағына алып, жүрегімді жылытып, көңіліме сезім отын жаққандай күй кештім. Бұл романтика қаласы, жастардың шаһары, естеліктер мекені екенін сезініп қайттым.